Сәлем достар. Бүгін бізде қарапайым отбасының екінші бөлімі. Достар, мен бұл сериалды көп түсіре алмай кеттім. Енді түсіріп отырмын. Ендеше біз бастаймыз. Ой, таң атқан ба? Тұрайын. Так. Бет қолымды жуып киімді ауыстырып келейін. Кстати, әкесі тұр деймін. Тұрсайшы. Бүгін жұмыс қойған. Тұрсай, тұр, жұмысқа кешесің. Ой, не болды? Жата тұрайықшы, өзім білем ғой. Жұмысқа кешесің, жаныма, бүгін жұмыс қой саған. Айтпақшы, маған бүгін жұмыс. Жарайды, мен киімді ауыстырып. Все болды, тамақтарды дайындап қойдым енді. Дайындап қойдым ба тамақты уже? Дәмді сияқты, давай жейін. Жарайды, тұр жейбіш. Ой. Шайыңды ішіп ал сосын. Так, все болды, бар жұмысыңа бар, енді кешігесің ато. Жарайды, сағат қанша болды? 7:30. Ол жолы сәл алыстау ма? Сәл алыстау. Онда тезірек бар. Жарайды, мен жұмысқа кеттім, есікті құлттап алыңдар. Сен бүгін жұмысқа барасың ба? Барам. Кім? Жасминді садикке тастап болған соң барам. Жарайды. Сағат 8 болады. Так, Жасмин тұра ғой. Рас, Жасмин уже таң атты. Тұр, Жасмин. Тұр болыш. Тынышым, ұйықтайшы. Ұйқымды бұрыс бұзбашы, ұйықтаймен. Болды, тұр, ақыры тұрсың ғой, оянда ғой, тұр бол. Кел, бүгін садикке барасың, жарай ма? Жарайды. Так, қызым, не жейсің? Білмеймін, сүт жейм. Жарайды, қыз, тамақ пен сүт берем. Давай, қызым, кел жей ғой. Не сүтіңді іш? Болды, енді қазір киімді ауыстырып садикке барайық, жарай ма? Қыз, сенен сумкаңды алып келем. Жарайды. Қызым, болды ма? Осылар болды ма енді? Кете берейік, я? Жарайды. Анашым, ал қызым, ол жерде мені ұрыспай ма, жылатпай ма? Жоқ, әрине қызым, бұл жер өте күшті. Бұны әрбір бала армандайды ғой. Жүр, кірейік. Бұл садик, балабақша. Сен осында, мен сені кешкі 6-да осы жерден алып кетем, жарай ма? Жұмыстан келген соң. Немесе әкең алып кетеді. Жарайды, бірақ ұрыспайды ғой, я? Жоқ, ұрыспайды әрине. Жарайды, онда кірейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Так, міне кірейік. Так, тәрбиеші қайда? Күтте тұрайық. Тәрбиешіні шақыра аласыз ба? Қазір. Ой, саламатсыз ба? Не керек, айта беріңіз. Мен мына қызымды садикке беруге келген едім. Өткенде документтерді беріп кеттім ғой сізге. Есімнен шығып кетті, кешіріңіз. Жарайды, қызыңызды қалдыра беріңіз, біз оны ұйықтатып, 3 мезгіл тамағын беріп отырамыз, жарай ма? Жарайды, сосын жалғыз қалып кетпесінші, өтініш. Жарайды, біз қараймыз. Сосын өзіне жақсы доста болса, жақсы болар еді. Әрине. Сосын ойыншықтарын жоғалтып алмасын, жарай ма? Жарайды, біз қараймыз ғой. Не қызым, қызметшінің қасына бар. Ой, жарайды. Келе ғой. Жүр, енді қазір сені мына жердегі балалармен таныстырамын, ойнаймыз, ән айтамыз. Кел. Жарайды, сау болыңыз. Сау болыңыз. Мен өзім хабарласам сізге. Жарайды, сау болыңыз. Сау болыңыз. Не деген сүйкімді қызсың? Келе ғой. Қазір мынау сөмкеңді мұнда қойып қояйық, жарай ма? Ешкім тиіспейді, ойындама. Жарайды. Жүр, ана жердегі қыздармен сені таныстырайын. Қара. Мен нағызбен ойнайыншы.
Жарайды, осында ойнай бер. Мен де сендердің қастарында қарап отырамын. Балалар, қазір сендер тамақтану керексіңдер. Жүріңдер, столға отырыңдар барлықтарың. Айтпақшы, сенің атың кім? Жасмин. Жасмин, кел. Ойыншығыңды мұнда қоя тұр, жоғалып кетпейді. Міне. Осында қоя тұр. Жарайды. Так, сен мына жерге отыр, ма? Мына мұнда отырсын, сен мұнда отыр. Бала, бері кел. Так, ана бала ұйықта берсін. Ал балалар енді... Ой, бұл қызымның кітаптар қап кетіпті. Жарайды, бірақ оның керегі де жоқ шығар. Я. Енді мен киініп жұмысқа барайын тез-тез. Жұмысқа дайын кете берсем болады. Достар, осылайша кеш болады. Қазір әкесі қызын садиктен алып келеді. Қыздар, сендердің ата-аналар қашан келеді? Қазір сендердің ата-аналарыңа звондайын. Қазір. Так, все, звондап болдым. Қазір 10 минутта кеп қалады, қыздар. Дайындалып отырыңдар, келіңдер. Келіңдер маған. Ой, сәлеметсіз бе? Мен Жасминнің әкесі едім. Қызымды алып кетсем бола ма? Сіз әкесісіз бе? Я. Жарайды, не алып кете берсеңіз болады. Садикте қалай өтті күні? Жақсы, балалармен жақсы араласады, жақсы ойнайды, биледі, ән айтты. Күшті екен қызыңыз. Жыламайды екен еще. Я, біздің қыз жыламайды. Жарайды, сау болыңыз, күндеріңіз жақсы өтсін. Я, сау болыңыз. Қызым енді үйге келді. Қазір анаң да келеді. Әке, менің қуыршағымды беріңізші. Қандай қуыршақ? Менің куклам садикке апарып едім. Кәне енді қазір өзің көрейікші. Жоқ қой рюкзагыңда. Әкешім, тауып бер. Мен онсыз ұйықтай алмайым. Қызым, ертең енді садикке барғанда алып келемін, жарай ма? Болды, жылама. Мен саған жаңасын әкелдім ғой, не осыны ойнасайшы? Жоқ, ол балдар істейді. Жарайды. Ертең садикке барғанда алып кеп беремін. Так, ойда мен де келіп қалыппын. Қызым, не болды? Мұңайып отырсың ғой. Менің қуыршағымды жоғалтып алдым садикте. Қалып кетті садикте. Ештеңе етпейді, қызым. Мен де соны айтып жатырмын. Ертең тауып келеміз, жарай ма? Жарайды. Тамаққа келіңдер, болыңдар, келіңдер. Келдік. Қане, отырыңдар. Саған, анашым, сіз не, торт пісірдіңіз ба не? Я, қызым, торт пісірдім. Ура, қазір жегші, жегім келіп жатыр. Қызым, бірақ оны тамақ жеп болған соң жейсін, жарай ма? Жарайды, келіп отырмын да. Жей ғой, қанеки. Неге бүгін кофеді ындамадың? Енді күнде кофе ішпейтін шығарсың? Кофені күнде ішуге болмайды еще. Мен бағана жұмыстан келгенде сок әкелдім, сомен жейік мына нені. Қызым, міне сені согың. Қазір мынаны қоямын. Мәссаған, өте дәмді екен анашым. Енді согыңды ішіп көр. Ал енді сағат 9 болыпты. Қазір 1 сағаттан кейін ұйықтаймыз. Арада 2 сағат өтеді. Жүріңдер, ұйықтайық енді тез. Қызым, бүгінгі күнің ұнады ма? Мен ойыншықпен ойнамын деп отырмын. Ертең ойнайсың, болды. Ұйықтаңдар, болды. Я. Қызым, жата ғой. Жат, болды. Болды, енді ұйықтайын. Осымен біздің қарапайым отбасы сериалымыз аяқталды. Ұнатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.